келесіңдер ме? Әлде мен жасаған тағам ұнамай отыр ма? Дәмді болған, маған ұнады. Мен негізі алдын ала түстеніп алғанмын. Қыздар, бәрін қойыңдар. Сендер ешқандай жаңалық естімедіңдер ме? Не жаңалық? Жақсы болса тыңдауға дайынбыз. Жаңалық дейтінде айтарлықтай еш нәрсе жоқ. Айманда жарнамасын қатырып айтады. Мен айтып берейін. Кеше кешкісін оқудан қайтып келе жатқанда бір қызық жағдай болды. Бір жігіт көліктен түсті де Айманға гүл сыйлады. Айманға қарасам шошып кеткен. Енді өзің ойлап қарасаңшы, саған күтпеген жағдайда көліктен түсіп саған гүл берсе қалай боласың? Ал мен қорықпас едім. Неге шақырдың? Бәрі дұрыс па? Дұрыс болмай тұр Саламат. Сен көмегің керек. Айтса енді, не істеу керек? Қандай көмек? Ақша керек болып тұр, ақша. Қанша керек? Көп қажет пе? Аз емес. Мен көлігіммен адамға ағып кеттім. Енді сол істі үйдегілерге білдірмей, қалай болса жауып тастауым керек. Қайсына жиі? Көңіл күйлерің жоқ қой? Ой, қайдан болсын. Бір пәлеге ұрынып қалдым. Сол үшін шақырып отырған жоқпын ба? Тыныштық па әйтеуір. Мән-жайды жөнді түсіндіріңдер. Бізден қандай көмек керек? Қолдан келгенше атсалысамыз ғой. Жігіттер, Жәнібек көлігімен адамға ағып кетті. Соған енді бізден қаржылай көмек сұрап отыр. Қысқасы осы. Қиын болған екен. Адам аман болса бір мәнсіз табылар. Аман, бірақ жарақат ауырлау. Енді не істерін білмей отырмын соны. Тамақ ішіп, қарным ашып, сосын жолын ойластырамыз. Алло, қызым, қалайсың? Сабағың бітті ма? Анашым, үйге келе жатырмын. Бірдеңе айтайын деген бе едіңіз? Қызым, сен Қарлаш әпкеңнің үйіне соғып келсең жақсы болар еді. Жайшылық па? Не үшін барайын? Әлде Түркиядан келді ма? Бүгін келіпті. Түсінікті, заттар беріп жібере ме? Түркиядан бүгін келіп, саған біраз киімдер алып келіпті. Жарайды, қазір сонда барайын онда. Сосын не керек? Бірден айтыңызшы. Жоқ, болды. Нан ала сал. Әке, маған балмұздақ алып бересіз бе? Қандай балмұздақ мына күні суығында? Туны жеңге тұр. Болмайды дедің ғой. Сенің тамағына ұрадым. Қазір мен саған шар алып берем, сосын батутқа апарам. Келісіп бе? Келістік, жарайды. Мен кетіммен. Сәлем жаным. Алло. Қайдасың? Үйдесің бе? Үйдемін. Не істеп жатырсың? Группаластарым келген, шай ішіп отыр. Дұрыс болған екен. Жарайды, онда мен мұнда бір жұмыстарым бітіріп алайын, сосын барып қайтамын. Жарайды. Самал, не болды саған? Самал, көзіңді ашы, Самал! Не қарап тұрсыңдар, жедел жәрдем шақырыңдар. Самал!
көзіңді ашыр, Самал. Самал. Ақжан тамыр соққысын қарашы. Құдайға шүкір аман болса болды. Самал, ояншы. Алло, сәлеметсіздер ме? Жедел жәрдем жібересіздер ме? Тезірек. Білмейміз, есінен танып қалды. Аха, тезірек. Не болған бірден? Жағақаны. Жақсы жүрген еді оған. Иә, соны айтам. Өмірі ауырып құлап қалған көрген емеспіз ғой. Самал. Шақырдым 5-10 минутта келеді. Ой, неге алмайды тұтқасын? Бір хабарын бермей ме екен енді? Сабыр сақташы. Не болды ашуға олығым? Хабарласар қазір. Ашуланбағанда менде уақыт тығыз. Жоқ болса жоқ деп айтпай ма екен енді? Енді ақша жоқ шығар, іздеп жатыр ма екен, айту ыңғайсыз болған соң алмай отырмаймыншы. Жүріңдер, одан да әрекет жасайық. Отырғанымызда ешкімге ақша әкелмейді. Қайда барамыз? Кім береді бізге ақша? Қазір менде де болмай тұр. Студент адамда қайдан болсын қомақты қаражат. Мен сендерден ештеме сұрап отқан жоқпын. Алматтың жағдайы дұрыс болған соң айтқан едім. Енді хабарласпай отырмаған. Не істейміз енді? Осында отыра береміз бе? Иә, қазір тағы бір дос жігіт келу керек та, кішкене күте тұрайық. Қайда көрінбейді ол? Осында жүрген болар. Мен қазір телефон соғып көрейін. Алло, қызым, қайдасыңдар? Біз батуттың ішінде жүрміз. Сіздер келдіңіздер ме? Жарайды, қазір. Гүлнұр, жүр, мама келіп тұр. Мен ойнан келіп тұр. Қабылдат, ойыншы. Гүлнұр, жүрсен, мама келіп тұр. 2 сағат ойнадым. Әлі шашамадың ба? Жоқ, шашалған жоқпын. Гүлнұр, жүр. Әне келе жатыр. Қыздар, болды, қайтамыз, я? Кеш болып кетті. Жоқ, мен ойнауға керекті. Доча, ертең келіп ойнаймыз, хорошо? Жоқ. Не дейсің ба? Доча. Жақсы, жарайды. Ойнам. Мама, есікті біреу қағып жатыр, қарай салыңызшы. Тұрда, аш есікті. Сен не бітіріп жатырсың? Мама, мен ойын ойнап жатырмын, қолым бос емес. Соткада басын қалсын сен. Сол саған нан бола ма? Одан да сабағыңды оқымайсың ба? Уф, үйде ешкім жоқ па десем, жарты сағат болды ғой есік тұрып тұрғаныма. Қызым, әпкеңнің үйіне бармадың ба? Қолында еш нәрсе жоқ қой. Мам, біліп барып айтпайсыз ба? Ол жерде де жарты сағат тұрдым есігініп. Сосын көршісі шығып кетіп қалғанын айтты. Жарайды, телефон соғар. Келгенде қарны ашқан шығар, жүрші еш. Сіздің анализдеріңіздің қорытындысы қуантатындай нәтиже көрсетіп тұрған жоқ. Сіздің бір бүйрегіңіз істен шыққан, ал екіншісі аса жақсы емес. Сондықтан сіз біздің бақылауымызға болуға тиіссіз. Және де сізге донор тауып, тездетіп бүйрегіңізді ауыстыру керек. Қалайсың дәрігер? Мен түк түсінбедім. Менің бүйрегім жақсы болатын. Сіз не деп тұрсыз? Сабыр сақтаңыз. Сіз қазіргі таңда әлсіз болып табыласыз. Сондықтан сізге мықты болу қажет.
Самал, не болды, неге жылайсың? Бәрі дұрыс па? Өнінде қашып кетті. Самал, жыламай айтшы, бізді қорқытпай. Менде бәрі дұрыс. Тек ауырып тұрмын. Жоқ, сен бізден бірден жасырып тұрсың. Сен кез келген нәрсеге жыламайсың ғой. Айтшы бәрін ашып. Міне болды. Енді жыламайым. Менде бәрі жақсы. Самал, басың айналып, есен танып қалсан, сен жүкті емессің бе? Қайдағы жүкті? Не айтып тұрсың сен? Енді бас айналғасын, жүкті деп ойладым. Жақсы, Самал. Кеттік, жүріңіздер қыздар. Иә, не болды, айта бер. Аға, бәрі сіз ойлағандай емес. Мен өзім бәрі ретке келтіріп қойдым. Қазір уайымдайтын ештеме жоқ. Мәселе уайымда ғана емес. Мәселе мынау менің абыройымда. Аға, мен сіздің абыройыңызға тиетіндей не жасап қойдым соншалықты? Міне, әңгіме қайда жатыр. Қалада бәрі мені таниды. Ана көліктің тізгінін. Ішіп айдап жүр дейді сені. Аға, оны сізге кім айтып жүр? Мен өмірімде ішімдік ішіп көрген бала емеспін ғой, өзіңіз білесіз. Жарайды. Бара бер. Менің шаруаларым бар. Анау көліктің кілтін тастап кетті. Түсінікті ме? Сен тұрғансыңдар сен. Бар. Балам, дүкенге барып келші. Мама, Әселге айта салыңызшы, мен сабаққа ешіп жатырмын. Әлі 1 сағат бар, үлгересің. Мен саған базарға барып кел деп тұрған жоқпын ғой. Сізде бағанадан бері айтпайсыз ба? Адам кешігіп жатқанда. Не алайын? Нан, сүт, 1 кило шекер ала сал. Мам, мен сырғамды көрмедіңіз бе? Қай сырғаң? Қызыл көзі бар ше, әкем сыйлаған. Оны сандуғаш әпкең тойға тағып барам деп сұрап алып кеткен еді. Мам, мен заттарымды неге бересіз? Енді сұрап қоймады. Ыңғайсыздандым бермеуге. Алай, қазір шыққалы жатырмын. Мен шаршадым. Мен бар едік сендермен келісіп. Отырмадым ба үйде футболыңды көріп? Сені ешкім мәжбүрлеген жоқ қой. Өзің ғой аузыңмен қағынған. Енді істе. Сол ғой, енді күн сайын келуге тура келеді. Кеше денемді ала алмадым, әлі ауыр жүр. Я, бірінші келгенде солай болады. Үйреніп кетесің. Жәнібекті қараш, құлағына наушникті қойып, жаттығып жатыр. Сол не мода? Музыка тыңдап, жаттықсаң тез азасың дейді. Қойш, рас па? Солай дейді ғой, қазір сұрап көреміз. Жәнібек,
Осы музыка тыңдап жатқызсаң тез азасың дейді ғой. Сол рас па? Я рас. Мен кезінде семіз болдым. Қарасаңшы қазір қандаймын. Көрдің бе? Алмат, мен саған бір сұрақ қойсам, шын жауап бересің бе? Иә, сұрай бер жан. Сен мені шын сүйесің бе? Әрине жан, шын сүйем. Сүймесем сенің қасында жүрем ба? Білмедім. Саған айтарым бар. Болмаса ішіме сияр емес. Әлі ешкімге айтқан емеспін. Иә, құлам сенде айта бер. Мен науқаспын. Тіпті менің қанша өмірім бар екен де білмеймін. Ал енді донор табылып жатырса, мүмкін бәрі басқаша болар. Сен сонда аурусың ба? Қай жерің ауырады? Иә, аурумын. Сәл болса да сыпайы түрде айтсам болады ғой. Жан, кешірші енді. Қай жерің ауырады сен сонда? Мен қазір бір берікпен ғана жүрмін. Ал бір берік болса, мүлден үстен шыққан. Жаным ау, келші маған. Бәрі жақсы. Самал бүгін неге келмеді екен? Сырқаттанып қалған жоқ па екен? Телефон соқсам алмайды. Негізі соғыс бізден бірдеме жасырып жүрген сияқты, байқамайсыңдар ма? Байқағанда не істейміз? Өзі ашылып ештеңе айтпайды ғой. Мүмкін ыңғайсызданып жүрген шығар. Жақсылап отырып сұрауға жет. Негізі бұл жерде бірдеме бар сияқты. Не болуы мүмкін? Қыздар, одан да үйіне барып қайтайық. Оқуға да келмеді. Бүгін неше бес алдың, інім? Бүгін мен 3 бес алдым. Ой жарайсың, қандай сабақтарын алдың? Дене шынықтыру, бейнелеу, еңбектен алдым. Керемет, тағы қиын сабақтарын алыпсың ғой, бестерді. Енді жақсы адам болсын оқу керек қой. Жарайды көрші, әңгіме айтып үйге де келіп қалыпсыз. Сау бол. Не болды? Айта бер. Несін айтайын? Басым батып жүр. Бәрі дұрыс па әйтеуір? Сол дұрыс болмай тұр. Самал ауру екен. Маған не керегі бар ауру қыздың? Қазір не көп, қызы көп. Сонда ауру деп тастап кетпекшісің ба? Сонда сен махаббатың қайда? Досым, мен бір көргеннен сүйіп қалатын адам емеспін. Мен тек жай есеп үшін жүрмін. Есеп. Досым, бесе танымай отырмын. Қойшы, сүттен ақ судың таза болмай. Жүр одан да бір жерге барып тамақтанып алайық. Қазір. Жұмыстарың қалай? Өз орында. Жаман емес. Қызым, сабағың қалай, жақсы ма? Иә, әке, жақсы. Бүгін тест тапсырдық. Қандай баға алдың? 4 алдым. Сұрақтары қиын болды. Бірақ 4 алғаныма қуанамын. 4-те жаман емес. Ол да жақсы баға. Жарайсың қызым. Рахмет, әке. Мен барайын, үй жұмыстарымды орындайын. Ертең 7 сабақ. Сағат кешкі 9-дан асты. Жәнібек әлі жоқ. Сен неге одан сұрамайсың? Қайда жүр, не істеп жүр екен? Ал ертең бірдеңге ұрынса, кім кінәлі, кім жаман, біз боламыз. Жігіт болған соң жүреді да, не болды? Шай ал ғой.
Қызық, үйінде де жоқ, қайда жүр екен? Телефонын да алмайды. Не болды, ашпады ма? Сабаққа да келмеді, үйінде де жоқ. Сонда қайда жүр? Қыздар, мен уайымдап тұрмын. Ойлап қараңдаршы, алдындағыда ауырып құлап қалса ше. Иә, мен де сонда ойлап тұрмын. Қазір Алматқа соғып сұрап көрейін. Мүмкін ол білетін шығар. Иә, мүмкін Алмат білетін шығар. Онда ойламаппыз ғой. Білмедім. Самал бізден бірдемені жасырып жүрген сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Енді көзбен көрмеген соң ештеңе айта алмаймын. Қыздар, Алмат көрген жоқпын дейді. Жақсы қыздар, жүріңдер қайтайық. Алмат мені жақсы көрмеді. Әлде бір ретте жағдайым сұраған жоқ. Неге алмайсың? Қарашы, басып тастап жатыр. Мүмкін шаруалармен жүрген шығар. Кейіннен звондап көрейін. Жоқ, тағы соғып қарайын. Кім телефон соғып жатырған? Ал бір жауап берсей, неше рет звондады? Саған маңызды емес, маған соғып жатыр ғой. Самал ма? Оған қайдан білесің? Жо, жай айта салғаным ғой. Түйсігін алдамайды екен. Самал ма? Самал ғой. Қайта-қайта соға береді, адамның басын қатырып. Қалайша, сенің махаббатың емес пе? Досым, ол бұрын болған. Қазір басқа. Кеттік одан да. Көшек, көрінбей қалдың ғой. Сабаққа да келмей жүрсің. Ауырып қалдым. 3-4 күн сабаққа да келген жоқпын. Бәсе, суықтап қалдың ба? Футбол ойнап болғаннан кейін салқын су ішіп едім. Сен де қуат екенсің. Саматсы? Амансыңдар? Інім, маған бір май. Қандай түшпараларың бар сосын? Түсінбедің? Қандай түшпара? Түсінбеген нес, қазақпысың өзің? Түшпара деп пельменді айтады ғой. Пельмен ба, сүет айтпайсыз? Расына бере салшы. Қыздар, осы Самал қалай? Айтарлықтай жақсы емес. Бізге ашып, ештеңе айтпай жүр. Сіздерге айтсам ба екен, айтпасам ба екен. Бірақ ішіме сыймай жүр. Не болды? Айтсайшы енді жұмбақтамай. Алмат, Самалды алдап жүр. Соны ескертіп қойсаңдар. Махаббаттың құрбаны болғанын қаламаймын. Сен не айтып тұрсың? Рас айтып тұрсың ба? Әлде Самал жақсы көрген соң ойлап тапқан амалың ба? Жақсы көретінім рас. Бірақ Алмат та менің досым. Екеуінің арасына түскім келген жоқ. Сонда сенің не дегің келіп отыр? Оның бәрін қайдан білдің? Айтсайшы енді жұмбақтамай. Алмат Самалдың науқас екенін білген соң арасын үзбекші. Науқас дейсің бе? Сонда қай жер ауырады? Бәсе, бізден не жасырып жүр десем? Әнсая, өзің де білесің ғой, мен сені сүйетінімді, сені жақсы көремін. Шын ба? Саған қалай сенем? Мен сені сүйетінімді қалай сендірсем болады? Білмеймін енді. Саған сену үшін махаббатын дәлелде. Самал, бұл сен ойлаған емес. Маған, сен мені алдап жүрсің бе? Қоңырау шалғанда неге алмайшың еді белгілі болды. Самал, бұл сен ойлаған емес. Әр қыздың
Бұл кім? Әпкем ғой, келіп мән бермей отыра ғой. Қайдағы әпкең, мен ақымақ санап жүрсің ба? Кетсең кете беріңдер, сендерден басқа қыздар да бар. Менің бір түсінбегенім, Самал неге бізден жасырады? Мүмкін ол науқас болғаны намыстанатын шығар. Намыстанатын шығар. Қазіргі кезде медицина дамыған, бәрін де ұялады. Тіпті бізден қашып жүр, сабаққа да келмей жүр, қайта ішіндегісімен бөліссе, босап қалатын еді ғой. Қалай да болса бізге жол қажет. Қайдан тапсақ екен? Қыздар болды қояйық. Қалған қыздармен дұрыстап ақылдасып шешерміз. Жігіттер, залға мен де басынан ба деп жазылу керек еді. Астанға қиын, мен жаным ашиды. Дәу ғой қарасай, бұған тамақ берсең болды. О, міне оғасын айт. Эй, мен күттістер ма? Жүріндер. Жұмыстарым бар, асығыспын. Сәл тыныш отыруға бола ма? Сәл өйтірейікші. Сендер тыңдайсыңдар ма, адам тыңдамайсыңдар ма? Сендердің ұйықтауларың керек қой. Мен сабақтан қалдыратын болдымдар. Тоқта Жәнібек. Жеңеше, сіз маған неге бір сой бересіз? Сен ағаңның жұмыс басы екенін білгенді жасаймын деп ойлап жүрсің ба? Мен сізге не істеп қойдым соншалықты? Сен өзің білмесең, мен саған айтайын. Түнімен жүресің, ішесің. Ал ертең саған бірдеңе болса, кім жауапты? Сіз не деп кеттіңіз? Жарайды, мен кеттім. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Самал Айдарбек қызы ма екен? Я, онда тыңдаңыз. Сіздің анализіңіз анықталды. Сізге негізі қорқатындай дәнегі жоқ. Сіз маған келіп кетіңізші. Аға, жарайды, рахмет. Қыздар, менде жақсы жаңалық. Тезірек айтсаңшы, күтіп тұрмыз ғой. Менің екі берегім де жақсы екен. Диагноздан қате кеткен. Құрбым жақсы жаңалық екен. Мен қуаныштымын. Мен де бәрі жақсы болса болар. Я, ойымдап кетті қой сені. Айттым ғой сендерге Самал мықты қыз деп. Айтпақшы, Жәнібек келем деген еді. Қайда жүр екен? Жарайды, жүр кеттік. Мына екеуімен шаршатты, өзіңіз айтыңызшы. Не болды шаршап? Сәл ойнай тұрсын. Сен жай қарап жүрсең болды ғой. Мен тыңдамайды.
қазір сәлден соң қайтамыз. Әкем келеді ғой, мен кете берейін, сабағыма кешемін. Әкең келген соң шығасың. Қазіргі балалар шыдамсыз, иә. Баяғыда ата-ана жұмыста 7-8 бала шұбырып жүре беруші ек. Иә, айтпаңыз. Мама, нене бұрын келіп қойғансыз ба? Иә, жарты сағат болды ғой, сен келген. Саламатсыздар ма? Айды өтпеңіздер, мені күтіп қалды. Шеркет, Сенің анаң ұят болды ғой. менің анам өзі солай, күнде ерте келіп жүреді. Көрші, неше ақша алып шықтың? Ойнауға жарайды, ойындама. Үйімдейлерде сұрандың ба? Әрине сұрандым, сұранбаса жібермер еді ғой. Жүр кет. Жүр. Жаным, қайда барғың келіп тұр? Үйге қайтқым келіп тұр. Мен өзімді айтамын. Қалай Алматы қалданып жүргенмін, иә? Мен бәрін білгенмін, бірақ досым болған соң жақсы көретінімді айтуға ұялдым. Алло. Жәнібек, қайдасыңдар? Алматы көлік апатына ұшырап қалды. Иә, ауруханаға тез жетіңдер. Не дейді, келем дей ма? Не істесек болады, а? Келем деді. Не істейсің? Күтеміз, басқа амал бар ма? Кім? Жаным, Алматы аурухана түсіп қалыпты көлік апатына. Жүр барайық. Әсем сұмдық хабар естідім. Не болды, тыныштық па? Алматы көлік апатына ұшырапты. Қойш, қашан? Қыздар біле ме екен? Білмедім. Өзім жаңа сабақтан шыққанда естідім. Барамыз ба? Мен қазір қыздарға хабарласайын. Иә, кіріңіз. Рұқсат берген? Рұқсат, келіңіз. Отырыңыз. Иә, сіз кім боласыз? Мен Алматы Айтжановтың досы боламын. Ата-аналары енді келе жатыр. Жағдай қалай екен дәрігер? Иә, науқастың жағдайына келер болсақ, өміріне аса төніп тұрған қауіп жоқ. Дегенмен омыртқасы сынған. Қазір операцияға дайындап жатыр. Омыртқасы сынған. Қауіпті ме екен? Біз кесіп ештеңе айта алмаймыз. Бірақ жүре алмай қала ма деген қорқыныш бар. Самал, мені кешірші. Мен сені бағаламадым. Алмат, артық ештеме айтпа. Сені науқас деп тастап кеттім. Енді міне өз басыма келді. Көрдің бе? Талай қыздың тағдырмен ойнап. Сонында не болған? Мені кешірші. Мен сені бағаламадым, Самал. Мені кешірші. Тым кеш. Самал.
Ой,